Жарып талай құз кедергіні бойына қайсар бағдарып. 86-дағы желтоқсан рухы шыңға шырқады ақталып. Сол үшін өжет мінез көрсеттіңіз, намысыңызды оққа қақпағып. Және де ұлттық мүдде жолында күш қоспағандарыңыз да топтанып. Ешкім де қазір жүр алмас еді желтоқсаншымын деп мақтанып. Билік табанында менің де атым қалатын еді тапталып. Деп Қонаев бетімнен сүйді, жанары жүзі шоқтанып. Қонаев 42 қала салдырды қазақ жерінде. Қыспақта қалған ел мұңын қолдап жүрді әркез дара сенімде. Түркменстанға беріле жаздаған Маңғыстау жерін қорғауда Хрущевпенен қармасқаны үшін шатылды басы сандауға. Ұлттық мүдде сөз бола қалса отырды ол намыс өрінде. Ол осы істер үшін тұруға тиіс әркімнің көңіл төрінде. Самғайтын ұлттық намысымыздың айбындай боп атылып, желтоқсан рухы еліміздегі ең мәңгі жасайтын тақырып. Бар қазақтың ой санасында жүзеді ол рухи кеме боп. Кейбір мектеп оқулықтарында желтоқсан шындығы неге жоқ? Кер тартатын кенделіктер ғой, пенделіктер ғой баяғы. Уақыт ертең қателіктеріміздің бәрінде жолға қояды. Желтоқсанның мұңлы шындығын ашқалы жүрген шағымда, талайдың иығын беделін басқалы жүрген шағымда, кеңестік биліктің бас хатшысы Горбачев мені шақырып, аузыңды жабатын мүмкіндік табамыз демесе егер ақырып, сол кезеңде мен Ельцинге барып сырымды түгел ашпасам, кейіннен Ресей президенті болған оны бұл іске қоспасам, жас қауым үшін нашақор маскүнем деген сөз ауыр оқтан да, босанбай тұрғанда Қонаевтың құйрықшықтары деген аттан да, егер Ельцин болыспаса, әділдік заңы басқа заң, желтоқсан парқы дәл қазіргідей ақталмас еді ешқашан. Қозғалмас тайғып желтоқсан рухына қойған ол кезде тор жасап, халықтық мұңнан бөлекше торыққандықтан ғана, әсіресе Ельциннен ерекше қорыққандықтан ғана жаңа комиссия құруға амалсыз рұқсат берді Горбачев. Осының бәрін саралай білді, бағалай білді Қонаев. Қай кезде оның адамдық даңқы биікте тұрды Зорайып. Бірде Димаш Ахметұлы сырқаттанып жатқанда, ұқсап науқас өмірінің зор қылмысын тапқанға, үйіне оның КСРО прокуроры Калиниченко еніпті. Еніпті де Қонаевқа бұлай сұрақ беріпті. Сіздегі зор мүмкіндікті Құдай сірә ұсынбаған әркімге. Біздерге аян, сіздің үлкен ақшаңыз бар Швейцария банкінде. Бәрекелде айлар бойы тапжылжымай тексердіңіз армансыз. Байқауымша мені үлкен ұрылармен шатастырып алғансыз. Енді бұлай келселік, Швейцария банкінде ме және басқа аймақта ақшам болса, сіз алыңыз, сіз батыңыз нағыз шырын қаймаққа. Тіпті осылай заңдастырып өзіңізге қолхат жазып берейін деп Қонаев жұмысқа қу прокурорға сездіріпті ой мерейін. Калиниченко былай депті: енді ғана терең ұқтым, түсіндім. Бос өткенін сізге тұзақ құрсам деген қасиетсіз ісімнің мен қанша рет өзін адал көрсететін адамдарды тексердім. Қанша жемқор пенделердің қабырғасын бөксердім. Сіздей таза басшыны мен шынымды айтсам бірінші рет көруім. Енді сізге тасатқаннан әлде қайда жеңіл болар өлуім. Адал екен әрісіңіз, ұласса да саяси зор өртпенен. Бұдан кейін еш уақытта маңызға жуымауға серт берем. Содан бері көп жыл өтті. Шындық рухы
қазір мүлде байланған. Шексіз байлыққа бой алдырғандар қатерлі күшке айналған. Ал Қонаев жан және тән тазалығын әркез берік қармаған. Дүниеге мүлде қызықпауы жағынан теңесер басшы бармаған. Кей кемшілігі мен батылсыздығын мойындай білгені үшін де рухы құлаған жұрт ортасында тұрады ол дара пішінде. Өзгеше шыншыл тазалық үшін бағалануы тиіс әр маржан. Пәктікке бөлек ескерткіш керек айдарлы аппақ мәрмәрдан. Бір таза басшыға ескерткіш қойылса, ол әзірге Қонаев. Жас басшы бар ма, бір тұтар оны ойлана бір сәт қарайық. Қонаевқа тазалық үшін еліктей білмеу зор айып. Ендеше досым, сол ескерткіштің рухына демеу болайық.